Ахмет ибн Мискиннің екінші хикаясы. Түсімде қиямет күні басталыпты. Таразылар орнатылып, амалдарым таразыға өлшенейін деп тұрғанын көрдім. Сөйтіп, періштелер келіп, менің жақсы амалдарымды таразыға салды. Сауапты істерім таудай болды. Таразының екінші жағына күнәларым салынды. Ол тіпті аз екен. Осы аз ғана күнәм таудай сауаптарымды басып кетті. Сауаптарымның тіпті салмағы жоқ. Айналамдағылардың бәрі аң-таң, аса бір терең маңызға ие дәрістерім мен айтқан уағыздарымды қарасам, ішінде құрт жүр екен. Әлгі құрт таудай сауаптарымның ішін үңгіп жеп қойыпты. Қақойған сырты ғана қалған. Бұл құрт не десем, адамдардың мақтау екен. Пәленше деген ғалымның білімдісін-ай деген мақтауларға, өзімнің білімдімін деген риям қосылып құртқа айналыпты да сауаптарымды жеп қойыпты. Машаллах, неткен керемет ұстаз деген сөзге алданыппын. Бір кезде қайыр садақаларым үшін берілген сауап таразыға тартылды. Пәлен мың адамға садақа беріппін. Қаншама отбасын аштықтан, кембағалдықтан құтқарыппын. Бір жерлерге үлкен-үлкен мешіттер салыппын. Осындай таудай сауаптарымның ешбір салмағы болмай шықты. Тағы да ішінен құрт шығып жеп қойыпты. Яғни адамдардың алғысына деген құштарлық, атақ құмарлық, жомарт атану риясы құртқа айналыпты. Сөйтіп, таразының сауаптар жағы босап қалды. Керек десеңіз, ғибадаттарымның өзі сауаптан жұрдай. Оқыған намаздарым, ұстаған оразам, қажылығым, зекетім, барлығын артында ғурур мен адамдардың мақтаулары тұр. Ағузу биллах, таразым бос. Енді еш нәрсесі қалмады ма? Тозаққа кететін болды ғой деген дауыстар естіле бастады. Сол кезде мынау қалды деген дауыс естілді. Мен де, адамдар да бұрылып қарасақ, бір орамал ішінде 2 тілім нан, аз ғана халуа келіп таразыға түсті. Бұл әйел мен жетім балаға берген садақам екен ғой. Тағы біреудің үні естілді. Не болды? Дестік. Сөйтсем, бұл 2 тілім нанның сауабы бүтіндей менікі емес екен. Тең жартысы Әбу Насырдық екен. Мен болсам, өзі де онша үлкен дүние емес еді. Жартысы алынып қалды. Бұдан не қайыр деп тұрмын. Бір тілім нан таразыға келіп түсті. Қарасам, әлгі бір тілім нан тастай болып қатқан күнәларымды аздап басайын деді. Енді құтылыма азғантай қалған сияқты. Бүкіл ғұмыр бойы істеген жақсы амалдарымның бәрін құрт жепті де, құрт жемеген жалғыз амал қалыпты деседі. Ол қандай амал екен? Десті біреулер. Баяғыда әйелімнің сабыры, баламның сабыры, өзімнің сабырым зат болып алдыма келді. Таразыға салынғанда сауаптар жаға ауырлай бастады. Енді құтылуға азақ қалды. Тағы бір нәрсесі бар ма? Іздеңдер деген бұйрық түсті. Ештеңе шықпады. Мені тозаққа сүйретіп әкеткелі тұр. Болды, біттім. Осы кезде кішкентай ғана нәрсе бар екен деген дауыс естілді. Ол не? Баланы тамақтандырған үшін қуанған әйелдің бір тамшы көз жасы. Бір тамшы жастан не пайда, ондай қандай салмақ болсын, деп жатыр біреулер. Жоқ, оны да таразыға салыңдар, делінді. Көз жасы таразыға тартылды. Таразыға түскен көз жасы көбейе бастады. Көбейе көлге айналды. Теңіз болды. Бір кезде осы теңізден бір балық шоршып шығып, таразының сауап тұрған басына лып етіп құлады. Сауаптар жағы күнәні басып кетті. Құтылды деген дауыстар естілді. Әлхамдулиллах, құтылдым деп мен де айқайлап оянып кеттім. Оянған соң есімнен 2 сөйлем шықпай қойды. Біріншісі, балық қайдан шықты? Екіншісі, егерде осыны өзімізге жегізгенде балық шықпас еді. Барлық мақтаулар әлемдердің Раббысы Аллахқа болсын.